Құмар Қараштың тамаша бір жыр жолдары бар. Қай елдің ұлы қызы болса надан, сол елдің ырысы тайып бағы сөнген. Өмірдің қаруы өнер білім, бұл құралға еш қару қарсы келмес дейді. Құмар Қараш айтып отырған өнер ғылым бүгінгі өмірде де 21 ғасырдың да бірінші ширегінде өзекті мәселеге айналып отыр. Құмар Қарашты ең алғашқы рет оқулыққа енгізген Есмағамбет Исмаилов әдебиетші, ғалым, академик ағамыз қазақтың ұлы ақындарының бірі деп бағалаған. 1958 жылы Англияда шыққан Орта Азия халықтарының әдебиеті кітабында Томас Виндер Құмар Қараш туралы мынандай құнды пікір айтады. Құмар Қараш қазақ халқының ұлттық салт дәстүрін және ислам мәдениетін жырлап өткен ақын деп айтты. Құмар Қараштың мынандай бір тамаша өлең жолдарын айтпай кетпеске болмайды. Әулие деп көрінгенге басырмауға, діннен қорқып ақиқатты жасырмауға, еш нәрсені өлшемінен асырмауға, тірлікте көзімізбен көреміз бе дейді. Қараңызшы, Құмар Қараш айтып отқан осы бір мәселелер: кім көрінгенге бас ұру, ақиқатты жасыру, әр нәрсені өлшемінен асырып өлшеу бүгінгі күнде де өзекті мәселеге арналып отыр. Енді қаламгерлер Құмар Қараш туралы оның ақын, жазушы екендігіне ерекше назар қойса, кейбір қаламгерлер оның қоғам қайраткері екендігіне баса назар аударады. 20 ғасырдың басында патша үкіметі кезінде 2100 газет журналдар шығып тұрған. Осы 2100 журналдардың, баса сөздің, 61% орыс тілінде шықса, 38% өзге тілдерде, солардың 1% ғана қазақ тілінде шықты. Міне, Құмар Қараштың қоғам қайраткері ретіндегі осы баспасөздегі еңбегін ерекше айтып өтетін келеді. 1911-13 жылдары Қазақстан газетін шығаруы, сол сияқты тұңғыш мұғалімдерге арнап журнал шығаруы, осы журналдың ішінде Абайдың өлеңін басты ұран етуі, махаббатсыз дүние дос, хайуанға оны қосыңдар деуі, бұл Абайды құрмет етуі, сол арқылы ұстаздарды еңбегін насихаттауды алғаш рет жолға қойған осы Құмар Қараш еді. Құмар Қараштың қаламгерлігімен бірге, қоғам қайраткерлігімен бірге, оның ағартушылық қызметі де ерекше рөл атқарады. Оның мынандай бір тамаша жыр жолдары бар. Әуелі қолдан келсе еліңді сүй, ел үшін жанын қиған ерлерді сүй. Қағбаға тәу ету керек болса, кіндік кесіп, кір жуған жеріңді сүй дейді. Мынау Белинскийдің тамаша сөзі бар. Туған жерін, отанын жан тәнімен беріле сүю, бұл адамгершіліктің асқар шыңы дейді. Құмар Қараштың осы жыр жолдарын оқып отырып, оның отанын, елін шын сүйгендігіне көз жеткізуге болады. Бүгінгі қоғамда, қоғамның кез келген саласында ағартушылық бағытта жүрген кез келген азаматтың көкейіндегі